Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Қазір сағат 3:15 кетті. Өте бір қырғыз бауырлардан бір қайғылы хабар естідік. Өзіміз сүйіп тыңдайтын насихаттарын оқып жүрген, тек қана Орта Азияға емес, Қырғызстанға емес, Қазақстанға емес, тек қана әлемге аты танымал ғұлама муфти Шейх Чубак Қажы Жалилов рахимахулла Раббысына қайтты. Қазір ғана қырғыз бауырларымыз хабарласты, ауруханада отырмыз деп. Бізге өте ауыр тиді, сол хабарды естігенде ұйқымыздан оянып кеттік, субханалла. Алла ұстазымызды рахметін алсын, күнәһларын кешірсін дейміз. Және қырғыз бауырларға оның үй бүлесіне көңіл айтып сабыр берсін, Алла тағала. Ассаламу алейкум.